ертегілері өте қызықты және астарлы сырға толы. Әсіресе ертегі кейіпкерлері мені қызықтырады. Ертеде баяғы бір заманда деп басталып, ертегілер адамды еліктіріп әкететіні белгілі. Қазақ ертегілері тәрбиелік мәні зор, ата-бабадан қазіргі ұрпаққа жеткен бай мұра. Ертегілер қиял ғажайып, жануарлар, тұрмыс салт туралы деп бөлінеді. Ертегі оқығанда біздің ой санамыз өзгереді, дүниетанымымыз кеңейеді. Ертегілер бауырмалдылық, мейірімділік, жануарларға деген аяушылық, туған ел жерге деген адалдық, жақсылыққа жақсылық секілді тақырыптарды қамтиды. Ертөстік, Керғұла атты Кендебай, Алтын Сақа, Ұр-тоқпақ, Мақта қыз, Қарға мен Түлкі секілді көптеген ертегілерді оқыдым. Бұл ертегілердегі сүйікті кейіпкерлерім өмірде бар секілді. Күндердің бір күнінде келетіндей қиялға жетелейді. Кей кездерде ертегілерді 3 тілде оқығанды да ұнатамын. Және қазақ ертегілерін барлық оқушыларға оқуға ұсынамын.